Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін баклажаннан жасалатын ерекше бір жеңіл тағам рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді, керемет, жылдам дайын болатын тағам. Бастысы, бұған көп нәрсе қажет емес. Осылай баклажанды астына дейін түгел кеспей, жартылай кесіп бәрін дайындап алам. Қазір екінші баклажан сіздерге кесіп көрсетем, қалай кесу керек екенін. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіз. Бұл жерге керегі ең бастысы осы баклажан. Мен 2 штук баклажан алдым. Және 2 помидор, бір 100 граммдай сыр болса болды. Керемет, жеңіл, дәмді тағам жасауға болады. Менеке осылай кесіп алам баклажанымды. Түбіне дейін кеспей, жартылай ғана кесемін. Осылай кесіп дайындап алам. Енді помидорымды да жұқа етіп тураймын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді кезекте сырды ірімшікті де жіңішке етіп турап алам. Өте керемет, күшті тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей осылай жіңішке етіп сырды турап алдым, помидорымды турап алдым. Енді арасына жағатын жаңағы начинкасын дайындаймын. Ол үшін 100 грамм сұйық май мендегі. Кәдімгі сұйық майдың орнына оливковый майды қоссаңыздар, тоже бола береді. Кішкене бір 50 граммдай укроп майдалап тураймын. Солай турап алып майға қосамын. Жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық паприка қосып, араластырып дайындап аламын. Сосын бағанағы баклажанның кескен әр бөлігінің арасына помидорды салам. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жасаңыздар. Өте керемет, дәмді тағам болып шығады. Ана жасап алған майымды, укропымды бетіне үстіне жағам. Енді через одну ірімшігімді салатын болам. Бір бөлігін пропускать етіп, келесі бөлігіне осылай ірімшігімді салып дайындап аламын. Мінекей, енді екінші баклажанымды тура осылай алдымен арасына осылай май жағып алам. Қыздар, бағанағы бірінші баклажанды да солай істеу керек еді. Мен мүлдем ойымнан шығып кетіпті. Сіздерге екінші баклажанын көрсетіп жатырмын. Арасына май жағу керек міндетті түрде. Сосын помидор, сосын ірімшікті через одну тоже салып осылай дайындап аламын. Сосын духовкада 200 градуста 30 минутта пісіп шығады. Өте керемет, дәмді тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де жеңіл тағам. Енді дайын болған баклажанның үстіне бағанағы дайындап алған майды, укропты әдемілеп жағып шығам. Негіз баклажаннан көп тағамдар жасауға болады. Болашақта сіздермен рецептісімен бөлісетін болам міндетті түрде. Тағамдар, неше түрлі салаттар жасауға болады ғой. Осылай духовкаға 200 градуста пісіріп алам жарты сағат.
Мінекей. О, мен тағам дайын болды. Вообще керемет, керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген, иісі деген сөз жоқ. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Асыңыз дәмді болсын. Менің каналымнан алыстамаңыз. Сау саламатта болыңыз.